Полиция департаменті қоршаған ортаны, жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын, уәкілетті мемлекеттік органдарға көмек көрсетуге бағытталған табиғатты қорғау іс-шараларына қатысу бойынша тұрақты жұмыс жүргізеді. Негізгі міндет Шығыс Қазақстан облысының аумағында аңшылық, ағаш кесу, балық ресурстарын өндіру, экспорттау, өсімдіктер мен және жануарлар дүниесінің объектілерін тасымалдаудың заңсыз фактілерін анықтау. 2023 жылдың 19 қазаны және 20 қараша аралығында республикалық браконьер жедел профилактикалық іс-шарасы аясында 300-ден астам табиғатты қорғау заңнамасын бұзу фактілері анықталды. Заңсыз аң аулау фактілері бойынша 5 қылмыстық іс қозғалды. Елік және аю түріндегі заңсыз ауланған жануарлар дүниесінің объектілерінің 7 бірлігі тәркіленді. Балық ресурстарын заңсыз өндіру бойынша 7 қылмыстық іс қозғалды. Оның шамамен 4,5 тонна балық ресурстары тәркіленді. Ағаштарды заңсыз кесу бойынша 1 факті, заңсыз дайындалған орман көлемі 19,19 текше метр ағаш тәркіленді. Мемлекетке келтірілген шығын 15 миллион теңгеден астам соманы құрады.